Сәлеметсіздер ме? 48-ші есеп санның кубы. Бірінші есепте А есебінде монумент сөзін білесіңдер ме? Берілген суреттегі монументтердің маңыздылығы қандай? Есепте сонда сен олардың әр қайсының атауын білетін боласың. Мына жерде бұрышында берілген 8-дің 2 дәрежесі деген бізде 64-ті білдіріп тұр. 9-дің 2 дәрежесі деген бізде 81-ті білдіреді. 7-ның 2 дәрежесі ол бізде 49-ды білдіреді. Демек, бұл жерде 64 дегенім бәйтерек монумент екен. 81 деген бұл жерде мәңгілік елдің монументі, салтанат қақпасы дейді. Мәңгілік ел салтанат қақпасы. Ал 49 деп отырған тәуелсіздік монументі екен көрініп тұр. Екінші есепте А есебінде Санжар Мажарстанның Будапешт қаласында болды. Кубик Рубик ескерткішін көрді. Ол сыныптастарына кубик әкелмекші болды. Сыйлықтың текшелер сатып алып, оны текше пішінді үлкендеу қорапқа жинастырып салды. Санжарға оларды санауға көмектесті. Санжарға көмектесек, бізде мына жерде бұлайынша айтқанда көлемін табуым керек қой. Бізде бұлайынша айтқанда ол көлемі есептелінеді. Сонда 1, 2, 3 астындағы өлшемін табамыз. Жанындағы өлшемін табамыз. Астында да, яғни ұзындығы ені шаршы болғанға тең болады ғой. Және оның биіктігін табамыз. Биіктігі де бізде 3-ке тең. Сонда бұл 3-тің 3 дәрежесі, яғни куб деп аталады. 3-тің 3 дәрежесі 27 болады бізде. А есепте 1/3 көбейткіштің көбейтіндісі болып табылатын сандарды таба аласың ба дейді. Бізде ондай сан 64 сан болады. 64 деген бізде 4-тің 3 рет көбейтуді білдіреді. Яғни 4-тің 3 дәрежесі бола алады. 81 деген сан бізде 3-тің 3 дәрежесі бола алады. Сол сияқты бізде 8 деген сан ол 2-нің 3 дәрежесі бола алады деп жауап береміз. Қалған мына жерде 9, 75, сіз 75, 25 деген сандар ол бола алмайды. Ал асты қарамен сызылған 64, 81, 8 деген сан мына сандардың кубы бола алады. По есебінде көбейтіндіні көбейткіштің квадратына немесе кубына ауыстырып есепте дейді. 3-ке 3-ті көбейту, демек 3-тің 2 дәрежесі 9 деп жазуға болады. 6-ның 2 дәрежесі деген 6-ның 2 дәрежесі немесе ол 36-ға тең. 9-дың 2 дәрежесі ол 81-ге тең деп жауап береміз. 7-ның 2 дәрежесі деген деп жазамыз және ол 49 екенін білеміз. 2-нің 3 дәрежесі деген бізде 2 деген 3 деген сөз. 2-нің 3 дәрежесі 8 деген сөз. 3-тер саны бізде 3, 3-тің кубы деп аталады бұл. Бұл 27. Үшінші есеп тұрғын үй кешенінің ауласында 9 шырша отырғызылды. Бұл отырғызылған шыршаның 4-тен 1 бөлігі. Шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. Аулаға барлық қанша шырша мен терек отырғызылды? Шешуі бізде жалпы 9 шырша 4-тен 1 бөлігі болса, оны 4-ке көбейтіп 1-ге бөлеміз. Сонда бізде 36 шырша болды. Шырша. Ал шыршаға қарағанда 6 есе кем терек отырғызылды. 36-ны бөлемін, 6-ға 6 есе кем деген сөз, онда бөлеміз. 6 терек отырғызылды. Барлығы қанша терек отырғызылды? Барлығы бізде 36 қосылған 6, 42 ағаш отырғызылды. Жақсы. Төртінші есеп сандардың квадраты мен кубын есепте дейді. 1-дің кубы бұл 1 көбейту 1 көбейту 1 деген сөз, яғни 1-ге тең. 5-тің 2 дәрежесі деген 5 көбейту 5 деген сөз білдіреді, яғни 25 деген сөз білдіреді. 8-дің 2 дәрежесі 8 көбейту 8 ол 64-ті білдіреді. 2-нің 3 дәрежесі бізде 2 көбейту 2 деген сөз білдіреді. Сонда бізде ол 8 болады. 9-ның 2 дәрежесі деген 9 көбейтілген 9 ол бізде 81-ті береді.
6-ның 2 дәрежесі деген 6 көбейту 6, 36-ны білдіреді. Жақсы. 5-ші есеп амалдардың орындалу тәртібін анықтау, оларды есепте. Бірінші есепте 35-тен 5-ті азайтсақ 30 болады, 30-дан 5-ті бөлетін болсақ 6 болады. Мына екінші есепте бірінші бөлу амалын орындаймыз. 45-тен 9-ды бөлсең 5 болады, 72 9 бөлсең 8 болады. 5-ке қосамын 8-ді 13 болады. 81 бөлінген 95, жақшан ішіне азайту 86. Бірінші жақшан ішіне азайтсақ 95-тен 86-ны азайтсақ 9 болады. 81-ді бөлемін 9-ға 9 болады. Келесі есеп 456-ға қосамын 449-ды. Бізде 905 болады. 905-ке 27-ні қосамын болады. Келесі есепте 9-ды 3-ке бөлсек 3 болады. Жақшан ішінде 68-ден 64 азайтсақ 4 болады. Сонда 3 қосылған 5-ті 4-ке көбейтсек 20, 20-ға 3-ті қоссақ 23 болады. Келесі есеп 63-ті 9-ға бөлсек бізде 7 болады. 450-ді 90-ға қосатын болсақ 540 болады. 540-қа 7-ні қоссақ 547 көбейтсек 15 болады. 456-дан 400-ді азайтсақ 56 болады. 15 қосылған 56, яғни 11 бір ойда 6 71 болады. 10 бір ойда 9 10 100 болады. Демек, 1000-нан азайтам 100-ді 1-ге бөлсем 100-дің өзі болады. 1000-нан 100-ді азайтсақ 900 болады. Келесі есеп жақшан ішінде 567-де 555-ті азайтсақ 17-тен 8 азайтсақ 9 болады. 5-ті 9-ға көбейтсек бізде 45 болады. 45-ке 100-ді қоссақ 145 болады. Келесі 36-ны 6-ға бөлсек 6 болады. 590 530-ға азайтсақ 60 болады. Сонда 6-ны 60-қа қосатын болсақ 66 болады. Жақсы болды. 6-шы есеп есепті шығар деді. Қалада 5 қабатты және 9 қабатты қанша үй болса, сонша бір қабатты үй салынды. Яғни 5 қабатты үйіміз 250 үй болса, бір қабатты үйлер 430-да бір қабатты үй. Яғни 5 қабатты мен 9 қабатты қоссаң 430 қабатты теңеседі делінген. Сонда 250 қосылған x екеуі қосып 430-ды осысына теңдеу құрастыруға болады. Сонда 430 азайтылған 250, сонда белгісізін 180-ге тең. Сонда жауабы 9 қабатты 180 үй салынды. Жақсы.